Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Мен Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің физика пәнінің оқытушысы Пернебаева Жанерке Жанабаевна. Бүгінгі сабақтың тақырыбы магнит өрісі. Сабақтың мақсаты студенттердің магнит өрісі ұғымын қалыптастыру және ампер заңы мағынасын таныстыру, ой танымын дамыту. Студенттерді ғылыми ой қорытындыларын жасай білуге дағдыландыру, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, жауапкершілікке, тиянақтылыққа, еңбекқорлыққа тәрбиелеу. Магнит өрісі деп өткізгіштердің электр тогымен өзара әрекеттесуі жүзеге асатын материяның түрін айтады. Тұрақты немесе қарапайым магниттер деп магниттелуін ұзақ сақтайтын денелерді айтады. Магнит өрісінің күш сызықтары тұйық болып, ол магниттің N солтүстік полюсінен шығып, S оңтүстік полюсіне енеді. Бұрғы ережесі. Бұрғы ережесі дегеніміз, егер бұрғының ұшын ток бағытымен бағыттасақ, онда оның сабының айналу бағыты магнит өрісі күш сызықтарының бағытын береді. Жердің магнит өрісінің бар екені магниттік тілшеге бір ұшы солтүстікті, екіншісі оңтүстікті көрсетіп орналасатынына қарап білуге болады. Жердің магниттік полюстері географиялық полюстермен сәйкес келмейді. Жердің географиялық солтүстік полюсіне жақындай келе, магнит сызықтары көкжиектен барған сайын ауытқиды және жерге кірер сәтте 75 градус солтүстік ендікте және 99 градус батыс бойлық шамасында вертикаль болады. Солтүстік жартышарда бұл нүкте жердің оңтүстік магнит полюсі деп аталады. Оңтүстік географиялық полюс маңайында 66,15 градус оңтүстік ендікте және 140 градус шығыс бойлық шамасында магнит сызықтары жерден шығады. Оңтүстік жартышарда бұл нүкте жердің солтүстік магнит полюсі деп аталады. Магнит өрісінің түрлі конфигурацияларын зерттеу француз ғалымы амперге тұрақты және жолақ магниттердегі магнит өрісін оның ішіндегі дөңгелек микротоктар тудырады деген гипотезаны ұсынуға мүмкіндік береді. Гипотеза дәлелденді. Ядроны айналып жүрген электрондар микротоктардың рөлін атқарады. Француз ғалымы ампер токтардың өзара әрекетін зерттей келе, магнит өрісінің тогы бар өткізгішке белгілі бір күшпен әрекет ететінін байқады. Осы күш кейіннен ампер күші деп аталып кетті. Соны дәлелдейтін тәжірибе мынадай. Тогы бар өткізгішке магнит өрісі тарапынан әсер ететін күш ампер күші деп аталады. Ампер күшінің бағыты сол қол ережесімен анықталады. Сол қол ережесі дегеніміз, сол қолымыздың алақанына магнит өрісінің күш сызықтары енетіндей етіп орналастырсақ және төрт саусақты ток бағытымен бағыттасақ, онда 90 градус бұрышпен тұрған бас бармақ ампер күшінің бағытын көрсетеді. Ампер заңы дегеніміз бір-бірінен белгілі бір қашықтықта орналасқан өткізгіштердің шағын кесіндісі бойымен өтетін екі токтың өзара механикалық әсерлесу заңы. 1820 жылы француз физигі ампер ашқан. Ампер заңынан параллель екі өткізгіш бойымен ток бір бағытта жүрсе, олардың бір-бірінен тартылатындығы, қарама-қарсы бағытта жүрсе, бір-бірінен тебілетіндігі шығады. Жалпы магнит өрісіне тоқтала кетсек, жердің магнит өрісі біршама зор. Жерден салыстырған алыстаған сайын магнит өрісінің индукциясы әлсірей береді. Жер маңындағы кеңістікті космос аппараттары көмегімен зерттеу біздің планетамызды қуатты радиациялық белдеу қоршап тұрғандығын көрсетті. Ал ол үдей қозғалатын зарядталған элементтер, бөлшектер протондар мен электрондардан тұрады. Оны жоғары энергиялы бөлшектер белдеуі деп атайды. Белдеудің ішкі жағы шамамен жер бетінен 505 мың километрге дейін созылып барады. Радиациялық белдеудің сыртқы жағы жердің 1-5 радиустарындай биіктіктер аралығында. Ол негізінен 10 мыңдаған электрон вольт энергиясы бар электрондардан тұрады. Радиациялық белдеуді құратын бөлшектерді жердің магнит өрісі сірә күннен ұдайы шығарылып тұратын бөлшектерден қармап алатын болуы керек. Бөлшектердің аса қуатты тасқыны әсіресе күндегі жарылыс құбылыстары кезінде, яғни күндегі оталыстар кезінде пайда болады. Күн бөлшектерінің тасқыны 400 мың километр сағатына жылдамдықпен зулап, өздерінен туғызған күн бетіндегі ыстық газдардың от алысынан 1-2 күн өткеннен кейін жерге келіп жетеді. Осындай күшті корпускулалық тасқын жердің магнит өрісін ұйытқытады. Магнит өрісінің өзгеріс сипаты
тез және оқыс құбылады. Осыны магнит дауылы дейді. Магнит өрісінің кернеулігі. Яғни біз магнит өрісінің кернеулігін табу үшін осы формуланы қолданамыз. Магнит өрісінің энергиясы. Магнит өрісі энергия тасымалдаушы болып табылады. Сондықтан магнит өрісінің энергиясы жұмысқа тең. Яғни біз жұмысты табу үшін күшті d-ға және x-қа көбейтеміз. Біз осы арқылы магнит өрісінің энергия тасымалдаушысын табуымызға болады. Магнит өрісінің көлемдік тығыздығы. Яғни магнит өрісінің көлемдік тығыздығын табу үшін біз осы формуланы қолданамыз. Берілген теңдік біртекті және біртексіз өріске және ортаның v мен n тәуелділігі сызықты, яғни парамагнетиктер мен диамагнетиктер үшін арналған. Бүгінгі магнит өрісі жайында тақырыбымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.